Қазіргі таңдағы адамдардың арасында өте жиі кездесетін стресстік жағдайларға түсу және ашулану көңіл күйінің жиі өзгеруі. Бұл жағдайларда не істеу керек, қалай стресстік жағдайдан тез шығу керек және ашулануды қалай тез басуға болады. Бүгін мен сіздерге барлығын айтып беретін боламын. Сіздермен бірге дәрігер Аружан Балтабайқызы. Ең бастысы, ашулану және стресс ешқандай жақсылыққа алып бармайды. Оның соңы үлкен асқынуларға алып келеді. Көптеген аурулардың дамуына себеп болады. Сол себепті де келесідей қадамдарды жасау арқылы стрессті және ашулану деңгейін төмендетуге болады. Ең бірінші, таза ауада жиі жаяу серуендеу. Терең дем алып, терең дем шығару. Екіншіден, физикалық белсенділікті арттыру. Күнделікті жеңіл жаттығуларды жасай отыру да физикалық стресстің деңгейін төмендетеді. Үшінші, таза суды жиі тұтыну. Төртіншіден, ұйқы деңгейін реттеу. Дұрыс ұйқы, сапалы ұйқы да стресстік ашулану жағдайларына бейімділікті төмендетеді.